Бәлтәнсі қайырлы күн. Бүгін бізде жаңа влог. Бүгінгі влогымыз жалпы айтқанда қандай ноутбук алған дұрыс ойынға, монтажға және офистік жұмысқа, мектепке деген секілді қандай ноутбук алған сол жайлы сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Мынандай бір мақал бар ғой бізде, ауыз күйген үрлеп ішеді деген. Сол мақал жалпы дәл осы бүгінгі влогқа арналған сияқты. Не үшін? Себебі өздеріңіз болғанша, мынандай жағдай болғанша ноутбук аласыздар, кейде ойын көтермейді, кейде монтаж көтермейді, немесе жұмыс істеп жатқан жұмыстарыңыз көтермейді, кейде қарапайым Word'тың өзін ашу бір неғайбыл болып кетеді. Сондықтан да сондай қателік жібермес үшін бүгінгі влогым соған арналады. Бүгін Сулпакта жүрік, сол Сулпактағы Сулпакта бар ғана ноутбуктарға шоу жасайтын боламыз. Айтып қояйын, Сулпакта барған. Әрине интернетті бұдан да жақсылары, бұдан да өте қарапайым ұсыныстарға табуларыңыз мүмкін, бірақ біз бүгін Сулпакта ғана соны ғана анықтайын деп. Бірақ айтып қояйын, бұл реклама емес, ешқандай емес. Себебі осы жаққа келсең кәдімгідей жақсылап тұрып қарсы алады. Сондықтан да мен осы жақта блог түсіріп жүрмін. Алдағы уақытта қандай магазиндерге шоу жасаймын, барып сол жаққа барып түсірейін, соны жазып қойыңыздар. Мүмкін сол жаққа барып түсіремін. Видеоны ары жалғастырмас бұрын лайк басып кетіңіз. Лайк деген нәрсе не? Ол лайк деген бізге мотивация. Сондықтан да барынша қолдап, аямай бірге 10 мыңға жеткізсек, кеттік. Сонымен кеттік, бастайық. Мінекей мына ноутбуктарды қарасаңыздар болады. Мынау ноутбуктың түрі ультрабук деп аталады. Бұның бағасы 745 мың теңге. Бірден айтыларыңыз мүмкін, ойбай не деген қымбат, мен ешқашанда алмаймын. Дұрыс айтасыздар, алмайсыздар. Процессор бүгін Core i5. Неге ультрабуктар қымбат тұрады? Бұл ноутбуктар жалпы неге арналған? Бұл ноутбуктар жалпы айтқанда офистік жұмыстарға арналған. Бірақ 745 мың теңге бұл лайық па, лайық емес пе? Өздеріңіз комментарий жазып беріңіздер. Мен ойымша бұл лайық емес. Бұл офистік жұмысқа лучше MacBook аласың. MacBook Air. Айтпақшы келесіде MacBookқа байланысты шоу жасайтын боламыз. Шығатын болады. Сонымен келесі нәрсе бізде ультрабук. Бұл да 399 мың 400 теңге тұрады. Бұлар да жалпы айтқанда офисқа арналған жұмыс. Жалпы айтқан кезде бір сұраққа жауап беру керек қой. Ноутбукты не үшін алайын деп жатырсыз? Қандай программаға қолданайын деп жатырсыз? Және онымен не істейсіз? Осы сұрақтарға жауап беру керек. Қандай ойындар ойнайсыз? Ол ойындарға қандай азу қандай болу керек? Видео картасы қандай болу керек? Процессор қандай болу керек? Соның бәрі жазылып тұрған болады. Соған байланысты, соған сәйкесінше сіздер ноутбук алғаныңыз дұрыс болады. Мысалы айтқан кезде Core i3 болатын болса, мына жерде қазір қарайық. Мысалы, мына ноутбуктың аты Lenovo ноутбугі. Бұның процессор AMD Ryzen. Одан кейін мына Core i3 бағасы 190 мың теңге тұрады екен. Мінекей мыналар офисқа арналған ноутбуктар, яғни офиста тек қана Word ашып, браузер ашып, сонымен жұмыс істей беретін ноутбуктар. Бірақ айтып қойын, достар, бір нәрсе айтып қойын. Ноутбук алған кезде, мына ноутбуктар мен ешқашанда гарантия бермеймін. Бұлар Word'тың өзін дұрыстап ашып, немесе браузердің өзімен дұрыстап ашып, ноутбуктарыңыз қосылған кезде жақсы жұмыс істейді деп айтамын. Мысалынан қараңыздар, процессоры, операционный системасы Windows 10, жедел 4 гигабайт несі, жадысы 1000 гигабайт екен. Камерасын 0.3 мегапиксель, енді қызық емес ешкімге. Ал Core i3 былай қарағанда нормально, енді офисқа арналған жұмыс, бірақ бұлар бір жылдан кейін бұлардың бана жұмыс істеуі жайлай бастайды. Сөзін ашына келген кезде. Себебі дәл осы ноутбук менің бір дос балам демек қойын, бір таныс баладан көріп қойған. И жыны шығып отырған былай қатты басып сөйтіп отырған. Одан келесі, бізде келесі нәрсе, бұл келесі ноутбугымыз, бұл ультрабук 259 мың. Бұл да Ryzen процессоры. Мен бірден айтайын достар, маған жалпы Core i ұнайды. Ryzenді өзім қолданып көрген жоқпын, бірақ енді біз монтажда қолданатын нелеріміз бар, Core i, ал Ryzen Core i процессорына қараған кезде сәл өзінің әлсіздігін білдіреді. Сондықтан да көбінше Core i алған дұрыс. Бірақ соңғы уақытта Ryzenде де жақсарып келіп жатыр дегенде ақпараттар бар. Енді оны көрейік. Ал енді сіздер айтуыңыз мүмкін, ойынға кез келген нәрсені көтере беретін ойынға арналған. Мынаған қарасаңыз болады, ноутбук Asus TUF Gaming деп аталады, 449 мың теңге тұрады. Енді бұл процессор AMD-ны әлі өзім қолданып көрмеймін, ештеңе айта алмаймын сіздерге. Мен өзім қолданып көрген нәрселерді айтайын сіздерге. Келесі ноутбук бізде ноутбуктың Acer ноутбугі Predator Triton дейді ме? Сондай ноутбугі Core i5 бұда. Процессор Core i5 GeForce GTX. Одан кейін келесі нәрсе бізде экран 1080, жедел жадысы 16 гигабайт.
және жадысы 1000 гигабайт SSD. SSD-дің өздеріңіз білесіздер, хардқа қарағанда жақсы, HD-ге қарағанда жақсы жұмыс істейді SSD. Вот сол нәрсе. 659 мың теңге тұрады екен, қымбатта. Одан кейін 999 мың теңге тұрады мынау. Ноутбук Acer Predator Titan деймін, яғни бұл да 999 мың теңге тұрады. Бұнікі Core i7, кейде жадысы 32 гигабайт, SSD 1000 гигабайт екен. Өте жақсы, өте керемет, процессор жақсы, бірақ бағасы миллион теңге. Миллион теңге бұны алғаннан көрі, мен сіздерге ұсынарым, өздеріңіз қолдан құрай салыңыздар. Яғни азуды бөлек алып, видеокартаны бөлек алып, деген сияқты, процессорды бөлек алып, сол өздеріңіз қолдан құрай салғандар дұрыс болады. Түсінікті ма? Енді одан келесі бізде ноутбук бұл енді рекомендация, бақтың өзі рекомендациясы беріп тұрған 440 мың теңгеге Lenovo IdeaPad Gaming 3 деп аталатын ноутбуктары Core i7 деген, бірақ 440 мың теңге тұрады. Жадысы 1000 гигабайт, жедел жадысы 8 гигабайт. Жалпы айтқанда, монтаж жасау, ойын ойнауға, немесе сонда бір ауырлау, бір программа қолданатын кісілер сіздерге айтарым. Кемі Core i5 болсын, азуы 8 болсын, және SSD болған дұрыс. 256 гигабайт, енді көресіздер, SSD 512 гигабайт болса, 1000 гигабайт болса, өте жақсы. SSD болуы да шарт, себебі олардың бәрі сіздердің жұмысты жақсы жасауларыңызға, ойын ойнасаңыз ойдан қатпауына, және монтаж жасап жатқанда монтаждарыңыз қатпауына бәріне көмектеседі. Бірақ әрине бағанағы 500 мың теңгеліктер бар ғой, 659 мың теңгелік сияқты өте қатты, былай керемет, отырған кезде басқанса кете береді дейміз, бірақ онымен жасауға болады. Анау айтқан қатты қиналмайсыздар. Мыналармен кәдімгідей оңай жасай беретін болсаңыздар, онымен жасай алмайсыздар. Жалпы бар күшіңді сынамай, балуандармен күреспе дейді, сондықтан да сол нәрсені қарағандарыңыз дұрыс болады деген ойдамын. Мінекей осы мен сөзін ашына айтайын сіздерге, мен ерден өзіме алатын, жалпы айтқанда сіздерге ұсынатын бірде-бір ноутбук көріп тұрған жоқ. Сөзін ашына айтайын. 350 мыңға да Asus'тың неше түрлі керемет брендтерінен бағанағы дәрежедегі жақсы ноутбуктар алуға болады. Asus'тың. Acer'дің де мысалы жақсыларын алуға болады, бірақ ерде мен дәл қазір көріп тұрған жоқ. Офисқа арналғаны болсын, немесе жұмыс істеуге болсын, монтажға болсын, ойынға болсын, мен дәл қазір мына жақтардан көріп тұрған жоқ. Мұнан ал деп сіздерге ешқайсысын айтпайтсам. Просто сіздерге сәл ақпарат болсын, сол жайында айтып тұрмын. Сол қайталап өтейін. Офисқа жұмысқа арналатын кісілер, сіздер Core i3 болсын, содан басталсын. Core i3 болса болды, жақсы, нормально. Бірақ онымен бағана ойын ойнайын, монтаж жасайын деген ойдан аулақ болады. Онымен жасай алмайсың. Ал егер монтаж жасайын, сәлде болсын ойындар ойнайын деген кісілер, Core i5, азуы 8 болсын кем дегенде. Және SSD болған дұрыс, 128 гигабайт, 856 гигабайт SSD. Және жадысы 1000 гигабайт болған дұрыс. Мінекей ең кемі осындай болатын болса, сіздер жұмыс жасап, ойын ойнай аласыздар. Мінекей осымен бүгін блогымыз аяқталды. Енді келесіде қандай видео шыққан қалайсың? Қандай брендке біз блог түсірейік? Asus'қа ма, немесе Lenovo дейсіздер ма, немесе HP ма? Мысалы, солар қайсына жасайық? Жазып кетіңіздер, соған байланысты біз келесіде соған толыққанды шолу жасайтын боламыз. Мінекей достар, бүгінгі блогымыз аяқталды. Лайк басыңыздар, каналға тіркеліп алыңыздар. 10 мыңға жеткізсек, бәріміз бірге ғой. Рахмет.